саламатсыз ба? Сіз өзіңіз таныстырып өтсеңіз. Мен Умирзакова Дина Жұмадулла қызы, энергия эксперті боламын. Биолог маман. Мен өзім таныстырып өтсем, Мұсаева Шынар Дүйсенбай қызы, психолог-терапевт. Сізге қояр сұрағым мынандай. Алла бар ма? Әрине. Алла қалай айта аласыз сіз? Алла бар. Алла әрбір адамның жүрегінде болу керек деп есептеймін. Өйткені бізді жаратқан Алла. Қазір енді барлығымыз түрлі маманның иесіміз, түрлі салалар зерттеп жүрміз, адамдарды өзгертеміз деп мысалы айтқанмен де адамды тек қана Алла өзгертеді. Қазіргі таңда адамдар сол Алламен байланысты күшейту керек екенін түсініп жатқан сияқты деп ойлаймын. Сол үшін де мен әрбір берген сынақтың өзінде Алла тағала өзін есіне салу, бізге есіне салдыру үшін беріледі деп ойлаймын. Сіз қазір мындайлар көйіп кетті ғой, инстаграмды ашсаң, нені ашсаң, интернетті ашсаң болды. Мен осы бір дұғаны сатып алдым да, болмаса мен осы бір дұғаны айттым да, осындай болды, осындай үй алдым, машина алдым дегенге қалай қарайсыз? Жоқ, негізінде оның өзі жаңағыдай дұғаға байлап қоюға болмайды деп есептеймін. Әрбір адам шын ниетімен, жүрекпен егер де айтатын болса, Алла тағаланың кез келген дұғасы негізінде адамға көп нәрсе береді. Әсіресе есімдері, бүгінгі өз тақырыбымыздың өзінде Алланың көркем есімдері болып тұр ғой. Осы есімдерге келіп тоқталатын болсақ, бір ғана мысал ретінде, адамға осы есімнің өзін мысалы 100 рет айт, немесе 200 рет айт деп мысалы байлап қойып жатыр да, ол дұрыс емес деп есептеймін. Өйткені адам тек қана сол санды ойлап тұрады. Мен 100 рет айтқана айтсам болды екен ғой, 200 рет айтсам болды екен ғой деп. Әлмұғни. О, қалай шығып жатыр? Иә, ол жүрекпен шығып жатқан жоқ, ол мимен кетіп қалып жатыр, санап кетіп қалып жатыр, анализ кетіп қалып жатыр. Мен осынша айтып жатырмын ғой деп сөйтеді да, одан кейін реніштерін де білдіріп жатқан адамдар болады. Ал егер де сен шын жүрекпен, хоть бір-ақ рет айтсаң да, ол болатын нәрсе да, шын жүрекпен айтылатын болса. Алламен байланысқа түсе алсам. Алламен байланысқа түсіп, жаңағыдай шын жүрекпен айтатын болса, адамда болады сол. Вот содан кейін действительно солай шын жүрекпен айтқан адамдар айтады да, осындай менде болды деп. Ол оның жүрегі ғой өйткені. Сіз дәл соныкін қайталасаңыз болады деген сөз емес қой. Ол сіздің жүрегіңіз басқаша да. Қалай ойлайсыз? Осы мысалы, ән-нариятты 4444 рет айтқаннан мен осы арманым орындалып кетті деп айтып жатады ғой. Соны айтып жатқан адамдарды қалай ойлайсыз сіз? Енді мен ешкімге ештеңе дей алмаймын. Ол айтқан жақсы, ол деген сөз адамды солған тартады. Бірақ мағынасын түсініп, біліп, жүрекпен байланыстырып айтатын болса, ол керемет. Мен жаңа айтып отырмын ғой, біздің темамыз осы Алланың көркем есімдері болғаннан кейін, даже жоқ нәрсем, мысалы, менде жоқ болып тұрса, мен Алланың есімдерін бәрін пытырлатып, немесе айтып шығу, немесе осы есімі бізге байлық әкелетін еді ғой, ойбай, әр-разақ деп айтып шығу емес, именно жүрегіме салған, мысалы, мен қазір жоқ қой, сол бар етші деп, мысалы, жоқтан бар етуші есімін мысалы айтатын болсақ, ол кезде уже не істейсің, сенің жүрекпен уже автомат түрде Алламен байланысасың. Өйткені сен кәдімгідей сеніп сұрап тұрсың. Сен жоқтан бар етушісің ғой деп мойындап тұрсың да. Мен өзімді айтар болсам, бетерін. Айтады ғой, Әл-Мұғни есімін, Әл-Ғани есімін 10 000 мәрте айтып байып кетесің деп ше. Байқаймын, өзім де бірінші кезде мән бермеген, бірақ та былай болған. Әл-Ғани, Әл-Мұғни, Әр-Разақ, ризық беруші, байытушы деген мен тек сол есімдерді Әл-Карим деп айтам да. Сөйтіп айтып отырып өзім ұялам да. Сол айтып отқан есімдерден өзім ұялам. Тек сол байтушы есімдер деген айтып отқаныма ше. Алланың 99 есімін бәрін айтып барып сен дұға жасасаң, сенде барлық нәрсе болады ғой. Біз тек байлық берші, ол бізге қаншалықты дұрыс келетін байлық екенін білмей сұрайды екенбіз деп, осы кезде мен барынша дұға жасағанда 99 есімді айтуға тырысамын да. 99 есімді мен бірінші Әл-Ғани, Әл-Мұғни деп байтушы есімдерді, ризық беруші есімдерді емес, Аллахтан бастап Аллах, Ар-Рахман, Ар-Рахим деп айтам да. Содан кейін ойлаймын,
адамдар тек жаңағы байытатын есімдерді ғана айтпай бүкіл 99 есімді білу керек екен ғой.